запись бойынша сіздерге ақпарат беретін болайын. Және сәлематсыз Раушан, несіп бала осы жерде отырған Ақзира қайтып ортамызға келгеніне қуаныштымыз. Өте қуаныштымыз. Анар ханым кіріп жатыр, Изат ханым кіріп жатыр. Мен бірінші өзімді таныстырып кетейін. Менің аты жөнім Салтанат Нұрғожаева. Мен Алматы қаласында тұрамын. 3 ересек балам бар, 6 немерем бар. Мен өте бақытты анамын, бақытты серіктеспін, бақытты не дейді, доспын, енді бақытты жанмын. Бақытты жанмын. Мен сіздердің алдарыңызға келіп, осы суперджампқа осы бізде қазір акция болып жатыр. 2000-ға біз сол 8 жаттығуымыз, 8 әдетімізді сіздерде таныстырып жатырмыз. Ол ознакомительный қазір 2000. Бұл толық курс деп айта алмаймыз, толық клуб деп айта алмаймыз. Тек қана кішкене түсінік болсыншы деген ниетпен біз сіздерге беріп жатырмыз. Мына алдарыңызда отырған мен Салтанат, осы жаттығуларды 9 жыл жасап келе жатырмын. 2016 жасымда, 2016 жылы 56 жасымда бастағам. Сол жаттығуларды жасап, қазір сол жаттығуларды мен әлі тастамай жасап жатырмын. И өмір бойы жасайым деп шешім қабылдаған адамын. Себебі сол жаттығулар, бұл жаттығулар миға жаттығу, ақыл ойға жаттығу. Сол жаттығулар, бұл әдет. Жаңа сіздерге беріп жатқан жаттығулар жаңадан әдет. Ол әдеттерді біз бойымызға сіңіретін болсақ, толығымен өз өмірімізді қолымызға ала аламыз. Ол жасқа да байланысты емес, жағдайға да байланысты емес, біздің білімімізге де байланысты емес. Тек қана біздің миымыз істеп тұрса, санамызбен түсініп тұрсақ, сол жеткілікті. Мен 9 жылдан асып, 2016 жылы апрель айында, 4 апрельде мен айтам, бұл екінші менің туылған күнім деп айтам, 4 апрельде. Өйткені мен сол кезде мен өзімнің кім екенімді өзіме бет бұрып, өзіммен танысқан күнім. Сол кезден басталды мен өзіммен танысқан күнім. Оған дейінгі өмірімнің барлығында мен өмірге шағымым өте көп болды. Өмірде көрген қиыншылығым өте көп болды. Өзім ауылда өскем, Алматы облысы Кеген ауданы Жұмақ деген совхозда өстім, тырысып, жаңа әке шешеміз айтты ғой бізге, оқымасаңдар, сендер диплом алмасаңдар, енді осы бізді совет кезіндегі білет, сіздер деген далада жаңағы дала сыпырасыңдар, пол жуасыңдар, кір жуасыңдар, сөйтіп жүресіңдер, сорлы болып деген соң қорыққаннан оқыдым. Қорыққаннан жаңа алтын медальға бітірдім. Қорыққаннан барып жаңа университетке түстім. Осы Алматыға келіп, өзім бір ауыз сөз орысша білмеймін. Жылап еңіреп жүріп, орысшаны үйрендім. Өмір жылап жүрдім. Өмір шағым жасап жүрдім. Онан кейін сол шағым, сол өмірге деген көңіл толмастық, өмір бойғы көрген жаңа өмірдің таяғын жақсылап жедім. Сол таяқтың барлығы мені шаршатып, құрметтерім, 2016 жылы тура менің еңбектетіп осы суперджампқа алып келді. Сол алып келген кезде, ол кезде менде ол тарихымды толығымен айтпаймын қазір. Ол кезде менде өлім мен өмірдің ортасында тұрдым, ар жақ бер жағында. Сол кезде өзім қатты қорықтым. Не маған жаңа ауруханаға жатып, ем алу керек болды. Срочно деді, бітті, сен саудаңды бітіріп келгенсің, шаршатты саған хронический усталость. Немесе мына жаңа қызым тауып берген, үлкен қызым Жанар деген 83 жылғы, өзінде де сондай бір күйзелісте жүрген. Жаңа ол кезде интернетке қарамайтынбыз біз, ол интернет арқылы осыны тауып біз екеуміз келдік. Не маған осы жерде отырып, өзіммен өзім жұмыс істеп, миыммен жұмыс істеп, өйткені маған анық айтты. Адамдардың бойында бір ғана мүше бар, тірі жаннан біздің артықшылығымыз біздің миымыздың барлығы. Сол ми ол өмір қартаймайтын орган екен. Біз өзіміздің жасымыз келіп, жаңағы сыртқы бейнеміз өзгеріп жатады, ішкі дүниеміз өзгеріп жатады, бірақ сол біздің бойымыздағы қартаймайтын неде жаңада кәрілікті білмейтін бір ғана мүше, ол ми деп айтты. Оны мен енді адвокат болып жұмыс істедім. 30 жыл осы Алматыда жаңа азаматтық іс бойынша адвокат болып істедім. Мен әр уақытта сол сөзді айтқан кезде мен оған дәлелдеме іздедім.
дәлелдемені көрсетіп берді. Ғалымдардың сөздерін, видеоларын бәрін мен өзім де тіміскіленіп қарап, мен үйреніп қалғам ғой, адвокат болғаннан кейін бір істі жеңіп шығысын қазасың ғой, түгел қазып шығасың. Бұл жерде де қаздым. Мен миыммен жұмыс істесем, мен өмірімді өзгертіп аламын ба сонда? Иә, өзгертіп аласың. Аурудан да жазыласың деді, и басқа мәселені де шешіп аласың деді. Сол кезде мен соны тексеріп, көзімді жеткізіп барып, жаңағы берген жаттығуларды жас баладай орындадым. Жас баладай түгел орындадым. Сенсеңіздер өздеріңіз біліңіздер, сенбесеңіздер тағы өздеріңіз біліңіздер. Мына жерде куәгер, менің осы жерде отырған өзім интеллект тренерларым бар, мені білетін адамдар бар. Мен сол жаттығуларды жасап отырып, өзімді преждевременный смерть дейді ғой, мезгілсіз өлімнен алдынан алып қалдым. Расы сол. Денсаулығымды түзеп алдым, қарым қатынасымды жақсартып алдым. Өзім адвокат болып істесем, кредитке батып кеткем, қарызға батып кеткем. Енді көп нәрсені надандықта жүргенімді мойындадым. Басында мойындамай қойдым. Тәкаппарлыққа салып, жоқ, мен надан емеспін. Мен ең ақылдымын, мен күштімін. Университетті бітіргем, менен ақылды адам жоқ. Ешкімді бетіме қаратпаймын, ешкімнен ақыл сұрамаймын, ешкімнің ақылын алмаймын, оқымаймын, кітапты да оқымаймын, андай мұндайға бармаймын, сетевойды да білмеймін, үйді білем, жұмысты білем. Өзімді ақылды санап жүрген тәкаппар адамның біреуі мен болғам, қатықпаған. Сол тәкаппарлығым апарып мені түсірді. Саған өмір керек па, не керек деген сияқты алып келді. Сол кезде мен осы құрметтілерім, осы қарапайым ғана жаттығулар, біздің Суперджамптағы жеп жеңіл жаттығулар, сол жаттығуларды мен сіздердің алдарыңызда отырған, мен қазір 65 жастамын. Мен сіздерді алдап, сіздерді шақырып, сіздердің бір 2000 теңгелеріңізге сіздер кедей болып қалмайсыздар. Мен байып кетпеймін. Мен болғанда шақырған адамдар байып кетпейді. Өздерің көріп тұрсыз, 2000 деген түк те емес, иә. Байып кетпейді. Шынайылықпен, шындықпен айтамын. Шырылдап, шындықпен жүргенді жақсы көретін адаммын. Сол себептен сіздер қазір 2000 неғылған бір құны жоқ дүние деп ойламаңыздар. Бізде бүйтіп айтады, Суперджампқа дейді, лайықты адамдар бар, лайықсыз адамдар бар. Суперджампты тапқан адам бақытты адам деп айтамын мен. Осы жолды тапқан адам бақытты деп адам деп айтамын. Сондықтан сіздер енді жай адам емессіздер. Айтады ғой, 99% адамдар өзін өзі дамытудан, өзін өзі өсіруден қашады. Ми қашады ғой, оқысы келмейді, жасағысы келмейді. Абай атамыз да айтып жатыр, Шәкәрім атамыз да айтып жатыр, жаңағы Сократ та айтып жатыр, өзін өзі жеңген адам ең мықты адам дейді. Өзгені жеңген адам күшті дейді. Bir minut. Mikrofon өшірсінші, микрофон. Несіп бала ханым? Қалай? Микрофоныңызды өшіріп қойыңызшы. Өшірдім, аха. Жігер мырза, вы возьмите управление, пожалуйста. Жоқ, болды, не алмай қойыңдар, управление алмай қойсын, өзім управлять етем. Өзімді ойды бөліп жіберіңдер. Беріп кетем ғой мен деген, өзінген бой үзіліп кетеді. Сондықтан деген мен сол жаттығуларды сол құны жоқ деп ойламаңыздар. Сіздер жолы болғыш адамсыздар. Жаңағы 1% өсем, дамайым, өмірімді жақсартам деп келіп отырсыздар. Осы жерден жаңа келгендер, өздеріңізді құттықтап қойыңыздар. Сіздердің олар молитваларыңыз шығар, сіздердің олар тілектеріңіз шығар, тілеулеріңіз шығар. Құдай Алла көрсетші жолды деген бір сұраныс болған шығар, бекер келіп тұрған жоқсыздар. Сондықтан да құнсыз деп ойламаңыздар. Сол құнды дүниені сіздер жаңа беріп жатыр. Осы жерде біздің өздерін жасап, бойларынан өткізіп, өздері нәтиже алған интеллект тренерлар беріп жатыр. Соны сіздер жүрекпен қабылдаңыздар. Жүздеріңізді ашып қабылдаңыздар. Жаңа зумдарыңызды қосқан кезде жүздеріңізді ашып отырыңыздар, жүректеріңізді ашып отырыңыздар. Сол кезде білім сіздерге қонады. Жай ғана емес, немесе тамақ жасап тұрып, немесе бір қонақ күтіп жүрді барды қабылдамаңыздар. Онда ешқандай не болмайды, нәтиже болмайды. Өздеріңізді де алдамаңыздар, өзгелерді де алдамаңыздар. Шын ниетпен жасаңыздар соны. Шын ниетпен жасаңыздар. Мен сіздерге айтпаймын, 10 күннің ішінде өмірің бәрі керемет деп өзгеріп кетеді. 10 күннің ішінде сол жаттығуды жасайтын болсаңыз, сіздің ішіңізде жеңілдік пайда болады. Ішіңізде бір өзгеріс пайда болады, бір қуаныш пайда болады. Бір күн, 2 күннің ішінде адамдар бізде, мінекей осы жерде Жұмакүл ханым келіп отыр,
бар ғой, иә, жаңа бірінші кіріп еді ғой, иә, Жұмакүл ханым келіп отыр. Сол кісінің көз отырғаннан айтайын, ол кісі бірінші жаттығуды 40 минут жасаған, терлеп тепшіген, 16 жыл бойы дәрі ішіп, дәрмек ішіп, құтыла алмай жүрген, сезонлық аллергиясынан бірақ жаттығудан жазылып кеткен. Ол кісі мінекей осы жерде мұғалім, өзі қазір осы жерде үлкен бизнес алып, осыны ары таратам деп ниеттеніп бұл жерден бір уақытта кеткен жоқ. Сол кезден бастап өзі түсінді, жақсылықтың да себебі өзінде екен, жамандықтың да өміріміздегі болып жатқан себебі өзінде екендігін ол кісі де түсінді, мен сияқты түсінді. Өмірімдегі болған қиыншылықтың да себебін мен басқадан іздейтінмін. Өзімнің бауырларымнан, балаларымнан, әке шешемнен, 2 рет күйеуге тигем, күйеулерімнен, солардың бәрі кінәлі. Мен ақпын, мен кереметпін деп мойынсұнбай жүрген мен адам. Соның өмірімдегі, менің жеке өмірімдегі болып жатқан қиыншылықтың бірінші себебі мен екенімді мен мойындадым осы жерге келіп. Мойындадым. Енді мойындап алып, өткенім бәрі өтіп кеткен дүниеге уайымдап отырады дейсіздер ма? Жоқ, өткенімді жіберіп үйрендім. Өткенімге рахмет, алғысымды айтып жіберіп үйрендім. Әйтеуір аман есен жеттім ғой осы жерге. Мынаны көрдім ғой, мынандай білімді алдым ғой деп өзім өмірімді ертегідей өзгертіп келе жатқан жанмын. Сондықтан да сіздер осы білімді өте үлкен жоғарғы жаңағы жүрекпен қабылдаңыздар. Өздеріңіз айттым ғой жаңағы, егер мүмкіндік кейде мінекей менде қазір бар 2000-нан келіп жатқан, бірақ біз қазір неге шыға алмаймыз, жаңағы зумға шыға алмаймыз, отыра алмаймыз, ол уақытта басқа жұмыстарымыз бар дейді. Жарайды дедім, біз 2000-ға сіздерге сол жаттығуларды жеке өздеріңізге жібереміз, оны қалай жасайтындығын айтамыз, тек қана жасап көріңіздерші. Жасап көріңіздер, сезініңіздер, ары қарай өзгеріс болып жатса, оны ары қарай нығайтып, закрепление жасаймын десеңіздер, бізде курс басталады. Ар жағына курс 4 аптаға, 12 аптаға, 24 аптаға, 48 аптаға подписка жасалып, сол курстан өтетін болсаңыз, құрметтілерім, біз мына миға жаттығу, ақыл ойға жаттығу, мына денеге шынықтыру жасаған жаттығу сияқты сонымен бірдей. Денелерін шынықтырып жатқан адамдар, дене шынықтыруын жасаған кезде барлығы денесі де қандай жаста болмасын, сондай өздерінде энергия пайда болады, өздерінің күшті керемет болады, еттерінің бәрі нығыз болады, сондай жақсы күйде болады да. Тура сол сияқты біз көңіл күйімізді көтеріп, өзіміздің жаңағы бақыт гормоны дейді, эндорфин дейді, солардың жұмысын жақсартуға біз күнделікті осы жаттығуларды жасауымыз керек. Оны жалғыз жасаған кезде де көп нәтиже бермейді. Мен бәрін көрдім эксперименттерді. Көп нәтиже бермейді. Оны жаңа коллективпен, командамен, осындай ортамен жасап, және жаттықтырушының көмегімен жасаған кезде, сол кезде нәтиже береді. Бізде клуб бар. Сол клубқа 4 аптаға келіңіздер, осы біткеннен кейін, енді келген кезде оны сезініп келіңіздер, осын жасаңыздар, қызығушылық көрсетіп жасаңыздар, өзгерісті бірден байқайсыздар, жолдарыңыз ашыла бастайды. Әлгі менде өзімде болған 7 жыл $2000 біреуден ала алмай, мен уже қоштасқан бұл $2000. Ай қойшы, ол сол алдап кетті, алып кетті деген сияқты ұмытып та кеткем. Сол кезде Америкада жүрген кезде өзі ауырып қалған жаңа адам, оның әкпесі мені іздеп тауып, сол енді ойынан кетпей қойған ғой, сол енді сондайға алдап алуға болмайды да, еш нәрсені. Ол желкеңнен шығады да, бұл жерде алдауға болмайды, өсек айтуға болмайды, өтірік айтуға болмайды, ренжуге болмайды, уайымдауға болмайды, қайғыруға болмайды. Қандай жағдайда болса да, сен сабырлықпен, жаңағы үнсіздікпен қабылдап, соны саналықпен шешім қабылдап үйретеді осы жерде. Мен өзімнің ашу, ыза, ренішімді тоқтатқан кезде бастап, менің өмірімде өзгеріс басталды. Ол деген сөз, енді оған деген не керек бізге? Жаңа табандылық керек, төзімділік керек, тұрақтылық керек, ең бастысы тәртіп керек. Біз өзімізді зерттей бастаймыз. Суперджамп деген, что это означает? Суперджамп деген өзіңе қарай қадам. Өзіңе қарай қадам. Сіздердің осы жерге келген уақыттарыңыз өзіңізге деген инвестицияңыз. Уақытыңызды беріп жатсыз. 2000 болса да теңге ақшаңызды беріп жатсыз. Енді назарыңызды беріңізші. Назар, вот жаңағы фокус дейді ғой. Назарыңызды беріп, соны жасаңызшы. Сол кезде сіз түсінікке келе бастайсыз, саналыққа келе бастайсыз.
ашу ыза реніштің аяқ қолымызды байлап келейін деп тұрған рызық несібеміздің бәрін жолын байлайтындығын түсіне бастайсыздар. Содан ажыраған кезде, ойың түзелген кезде, сөзің түзелген кезде, бойың түзеле бастаған кезде жолың да ашыла бастайды. Айтып отырмын ғой, 7 жылғы қарызды осы мен Супержамға келген кезде артынан іздеп жүріп өздері қайтарып берді. Мен уже ұмытып кеткенмін оны, қоштасқам ол ақшамен. Сондай ғажайыптар болды ғой. Өзінен өзі менің 9 миллион несім кредитімді марқұм күйеуімнен қалған үйіміз залогта тұрған соны бір тиынсыз, даже менде просрочка болған жоқ. Маған деген жаңағы график жасап берді. Бірақ өзім адвокатым, білем, пенсионерлерде сондай бір мүмкіндік болатын списать етуге мен заявление жазып кеткем. Соны бір тиынсыз 9 миллионды списать етіп тастады. Елдің бәрі сенбейді сол кезде. Сіздің машинаңыз болды, 2 этажды үйіңіз болды. Маған сол жерде менеджер айтты, сіз оған кірмейсіз. Пенсионер болсаңыз да сіздің Каспийдегі оборотыңызды тексереді. Ананы оборотыңызда миллиондап тұр. Ана жақта үйіңіз бар, мына жақта мынандай крутой машинаңыз бар. Сіз кірмейсіз деген айтты маған. Мен кірем ба, кірмеймін ба, мен адвокатпын деп мен заявление тастап кеткем. Оны да мен жіберіп қоям да, бір нәрсені жіберіп қоям, сенем болады, менің айтқанымдай болады. Мен мына жерде жаттығуларды орындап жүрмін ғой. Болады деймін да, тастап кетем. Мен Америкадан келген кезде, сентябрь айында келдім, маған звонить етіп тұр. Сіздің заявлениеңізді жаңа қанағаттандырып, толығымен 9 миллионыңызды списать етеді деп. Міне, ғажайып емес па? Не себептен сондай маған мүмкіндіктер туды? Болмаған дүниелер болды. Өйткені мен өзім қуана білдім. Жібере білдім. Іштеңкеге қиналмадым, еш нәрсеге қайғырмадым. Барлығын отпускать еттім. Сондай жүректе тек қуаныш қана бар, күлу ғана бар, рахаттанып махаббатты беру ғана бар, алғыс айту ғана бар. Мен деген 2022 жылға дейін потребитель ғана болдым. Мен ешкімді шақырған жоқпын, бірақ айтып жүрдім, келінге көрсетіп берейін, айтайын деп туған туыс барлығын айттым. Мен өзгерткен дүние сендерді өзгертеді. Білесіздер ғой, туған туысқан таныстардың бәрі өте сене қоймайды да. Мен осындай болдым, осындай. Сен баяғыда сондай болғасын дейді да. Білмеймін, қай уақытта баяғыда сондай болған. Енді олар менің өмірімді білмейді ғой. Қойшы, сен баяғыда сондай болғасын деп қояды. Енді мен ауырдым, биттім айтпаймын ғой, бәріне жария салмаймын ғой. Енді келгендер келіп көрді, жаңа алғандары болды. 22 жылдан бастап уже жаңағы адвокаттық жұмысымды тастап кірісем дедім, бірақ семья жағдаймен қуаныштар көбейіп кетті. Қыздарым күйеуге тиді, бір қызым вообще күйеуге тимеймін деген, бірінші күйеу деген ол күйеуге тиіп, одан кейін бала, немерелер өмірге келді. Солармен айналып кеттім. Екі қыздың арасында анаған көмектесем, мынаған көмектесем, қуаныш көбейіп кетті. Сөйтіп қуаныштар келіп, ол көбейіп, енді осы июнь айында тоқтап, осы жылдың июнь айында тоқтап, енді толық осыны курс жүргізіп, осыны таратуға мен өзім ниет қылып отырмын. Әйтпесе мен бизнеспен айналысқан жоқпын. Бұрын бизнеспен айналысып көрген жоқпын. Өйткені хронический усталость деген, құрметтерім, 8 миллиард адам бар ма? Бізде соның 1 миллиардтан астам адамдары шаршауда екен, күйзелісте екен, өмірден түңіліп кеткен, өздерін жоғалып кеткен. Қазір байқайсыздар ма? Инсульт, инфаркт, сахар, диабет, соның бәрі мидың ауруы. Соның барлығы, айтады ғой, қазақта да бар, аурудың бәрі нервтан. Рас, бәрі нервтан. Адамдар қатты ашуланшақ болып кетті, ренжи беретін болды, мейірім кетіп қалды, қайырымдылық кетіп қалды, қатайып кетті жүректерінің барлығы. Өмір өзгерді, өмір жаман деп, президент жаман, өкімет жаман деп, бәрін өздеріне жұтпайды, заман жаман деп шығып жатыр. Жоқ, заман да жаман емес, өмір де жаман емес, өкімет те жаман емес. Өмірді қай мезгілде болса да өзгертуге болады, жақсы жағын өзгертуге болатындығын мен өзім дәлелдеп келе жатырмын. Оның өмір бойы өсу, даму, оны Супержам сіздерге береді. Өсіңдер, дамыңдар, бірігіңдер, бірігіп жұмыс істеңдер. Қазір біріккен жерде бірлік, тірлік бар, бақыт, байлық бар дейді. Жалғыз жүріп, қазір ешкім деген байи алмайды. Сондықтан да бұл жерде адам өзінің ішкі дүниесі ашыла алады. Негізінде бізде өзімізді жаратылған кезде, туылған кезден бастап әрқайсымызға бір өзіміздің қасиетіміз бар екен, өзіміздің бір талантымыз бар, үлкен сверхспособность дейді. Бәрімізде бар екен сол.
бір алып күш бар екен. Мына жерде бәрін көзімізді жеткізді ғой осы жердеші. Сондай күш бар екен. Ол мысалы бір алып күш, анандай мүмкіндік кей жағдайда бір қатты опасный ситуация болған кезде, өмірде бір жағдай болған кезде, сол кезде ашылып кетеді екен адамшы. Уже деген мүмкін емес дүниені жасап жібереді екен. Оның барлығын сіздер енді осы жерде егер клубқа қатысатын болсаңыздар, ары қарай жалғастырып бізбен болатын болсаңыздар, оның барлығын біз сіздерге айтып береміз, көрсетіп береміз. Бұл жерде деген енді білім өте терең беріледі. Өзімізбен өзіміз жұмыс істейміз. Мен бір айтатын сөзім, біз өзгені өзгерте алмайды екенбіз. 12 жастан бастаған баламызды өзгерте алмайды екенбіз. Алпарысып, алысып, оларға энергиямызды, өмірімізді жұмсаудың қажеті жоқ екен. Оған мейірім, махаббатпен тіл табысу керек екен. Өзгерісті өзіңнен баста дейді. Әлемді өзгерткің келсең, әлем деген әр адам ғой. Сен басқа адамды өзгерткің келсе, бірінші өзгерісті өзіңнен баста дейді. Сен сырттағы дүниені өзгерте алмайсың, басқаны өзгерте алмайсың. Сен соған деген қарым қатынасыңды, ойыңды сен өзің ғана өзгерте аласың. Ішкі дүниеңді сен өзің ғана өзгерте аласың. Басқа ешкімнің құдіреті жоқ. Оны жасау үшін жаңа жаттығуларды автоматпен әдетке айналдырып алу керек. Оны әдетке айналдыру үшін перепрограммирование дейді ғой. Өзімізде болады ғой, установкаларымыз, убежденияларымыз. Соны байқайсыздар ма өздеріңізге? Қазір бүгіннен бастап байқаңызшы, өзіңіздің сөйлеген сөзіңізге байқаңыз, өзіңіздің ойлаған ойыңызды байқаңыз, өзіңіздің басқаларға қарым қатынасыңызды байқаңыз. Көп жағдайда сіз басқа адамның кемшілігін тез көресіз, басқа адамның минусын тез көресіз. Соны айтқыңыз келіп тұрады, соны көзіне басқыңыз келіп тұрады. Сіз біреудің минусын көріп тұрсаң, сол минус сенде бар. Сол біреудің жаңағы кемшілігін көріп біз айтуға тырысып тұрамыз ғой. Сол кемшілік сенде бар. Ол айна дейді ғой, сыртымыз айна дейді. Менде бар ма деп өздеріңізге сұрап қойыңыздар. Бар сізде. Сіз оған адамды айтып, оған өзгерте алмайсыз. Ол жерде бір-біріңізді ренжітіп алуыңыз мүмкін. Жоқ, ешкімді өзгертуге тырыспа дейді. Өзгерісті өзіңнен баста дейді. Сондықтан да құрметтілерім, дұрыс жолға келдіңіздер, дұрыс бастадыңыздар. Ендігі сіздерде мен өтініп сұрайтын, енді назар қойып жасаңыздар. Сіздерге айттым ма, күнделікті 200 күлкі жаса дедім ма? Өтірік күлкі болса да жасап ал дейсіз ба? Енді біз таңертең өзіміз кездесеміз, осы жерде отырған адамдар бар. Менде таспиғым бар, қай жерде. Соны аламын да мен оны қай жерге, мына жерде Ажарханым бар, Ажарханым подарить еткен. Осы Ажарханым мінекей, бұл менің тура қалтамнан да, сумкамнан да түспейді. Соны барған жерімді алып жүремін. Осыны аламын да таңертең тұрып алып тұрып, жаңа дем алып, тыныс алып тұрып, мен жасап аламын. Күнделікті жасаймын. Сол маған энергия береді. Сол барлық жаттығуды мен үлкен жаңа енді қандай жаттығу жасап жатқандарыңызды білмеймін қазір. Әр жаттығуды мен өзім жүрекпен, көңілмен жасаймын, жас баладай жасаймын. Сол себепті менде энергия көп. Жаңа сонымен қатар бізде медитация шықты. Таңертең біздің көңіл күйімізді көтеріп энергия беретін медитация бар. Кешке жақын жатар кезде, сол жатар кездегі медитацияны мен қоям, 8 сағаттық жатар ұйықтап бара жатқан қоям, ұйықтағанша ана сөздер, енді керемет сөздер, ана Владимир Викторович керемет сондай музыкамен айтады, сол сөздерді айтып жатам да ұйықтап кетем. Таңертең тұрғанша ол сөйлеп тұрады. Біздің ұйықтасақ та біздің түп санамыз ұйықтамайды екен. Ана нейрондардың бәрін өзгерту үшін, перепрограммировать ету үшін қайталау керек. Бізде соған шыдамдары жетпейді, төзімдері жетпей қалады да. Енді сонша 56 жасқа келген мен программаны қайтадан өзгерту үшін мінекей 9 жыл уақытым кетті. Әлі де мен уақыттарым кетеді. Мен өмір бойы жасаймын деп оны шештім. Өмір бойы супержампта боламын деп шештім мен. Өйткені мен күнделікті өмірімді көркейтіп жатса, мен балалармен сондай қарым қатынасым дос сияқты болып жатсам, олар үнемі маған қуаныш сыйлап жатса, осы жердегі достарым, осы жердегі нелердің бәрі жылы сөз естіп жатсам, туған туыстардың арасынан жылылық болып жатса, мен қалай бақытты болып өз көңіл күйімді қалай түсіремін. Сондықтан да бұл көңіл күйімізді көтереді. Біздің ішкі дүниемізді өзгертеді. Ішіміздегі өзгеріс басталса, ішімізде қуаныш пен бақыт күйі болатын болса, бітті. Сіздің талантыңыз ашылады.
мүмкіндігіңіз ашылады, миыңыз дұрыс жұмыс істей бастайды, көптеген идеялар келе бастайды. Отырмайсыз, жасыңызды да ұмытып кетесіз, как будто сен жаңадан өмірге келген сияқтысың, бір 1000 жыл өмір сүретіндей әрекет жасайсыз. Арман, мақсат деген кетеді, уже деген оны тоқтата алмайсың. Сондай керемет. Енді мен барлық өзімнің алған осы жерден алған дүниемді, алған өзімнің жаңағы нәтижелерімді айта берсем сағаттап кетеді. Ол сіздер бізбен болатын болсаңыз, оны естисіздер. Сіздер қазір бізде подписка жасап, жаңа старт деген клубный стартта 4 аптаға алатын болсаңыздар, бізде конгресс болады 22-23-інде. Сол кезде келген кезде менің историямды ғана естімейсіздер, басқа да адамдардың осы жердегі тарихтарын естисіздер. Қалай Суперджамп, қалай олардың өмірін өзгерткенін. Бір сөзбен айтқанда, құрметлерім, мен деген өзім Луиза Хейді көп оқыған кезімдеші. Бірақ деген оныкінде бастаймын, тастаймын. Өйткені система, методика жоқ. Мынандай методика болған жоқ, орта болған жоқ, жаттықтырушы болған жоқ. Сондықтан оны да көп жасаған жоқпын. Сол кезде осыны білесіздер барлықтарыңыз, онкология ауру жазылмайды деген ауру. Ол кісі дәлелдеді. 4-ші стадиясында оған операция жаса деген кезде жасамай ол кетіп қалды. Сол кезде ол не істеді? Ол өзімен өзі жұмыс істеді, өзінің ойымен жұмыс істеді, өзіне деген махаббатын ашты. Ол кісінің өмірден қатты таяқ жеген, неше түрлі өмірінде оқиғалар барған, жүрегі қатып қалған адам да. Адам қатып, жаңа реніші көп болған адам. Онкология реніштен болады ғой. Біреуге ренжіп аламыз да, соны өмір бойы тасып жүреміз. Ол біздің клеткаларымызды құрт сияқты жеп жатыр, и сол онкология айналып жатыр. Оны жақсы білеміз, біліп тұрып, енді соны Суперджампқа өзгертеді. Сол кісі не айтады? Енді қазір біз бітірейік, сұрақтарыңыз болса соны жауап берейік. 10 минуттай уақытымыз бар, жауап берейік. Сол кезде не айтты ол? Өзіне деген махаббатын айтты. Бірінші өзін қабылдады. Барлық кемшілігімен, барлық өзінің жаңа бойында қасиетімен қабылдады. Түгел қабылдады. Өзіне махаббатын айтты. Не деп айтты? Таңертең айнаға қарап, кешкісін айнаға қарап, Лузи, я тебя люблю, одобряю деген сөзді айтты. 3 рет, 4 рет. Сол сөзді 100 рет айтты. Күніне 100 рет айтты. Сөйтіп ол өзін қабылдап, өзіне деген жаңа махаббат ашылғаннан кейін барып, барлығына махаббат ашылды. Өмірге махаббат ашылды, адамдарға махаббат ашылды, қасына келген адамға махаббат ашылды. И ол кісі сол өзінің курсын, сол курсты өзіңді өзің жақсы көріп, өзіңді өзің сүюді сатып, қаншама адамның өмірін сақтап қалды. Қаншама адамды аурудан сақтап қалды, қанша адамды өмірден сақтап қалды. Мен оны жасаған жоқпын, менің өмірімді сақтап қалған осы Суперджампта. Суперджамптың политикасы, стратегиясы соның айтқанымен келеді. Махаббат, алғыс айтып үйрену. Және мейірім махаббатта бол дейді. Мейірімде бол дейді. Қандай жағдай болса да, біреуге ренжісең, өзің үшін кешір дейді. Өйткені кешір, өзіңді айтады ғой, аузымыздан шыққан әрбір сөзіміз, басқа біреуді боқтап атсақ та, басқа біреуді қарғап жатсақ та, біз бірінші өзіміздің аузымыздан өткізіп жатырмыз, жүрегімізден өткізіп жатырмыз. Еще біріне жаңа негативті айтқан кезде біз эмоцияны қосып жібереміз. Сол кезде ол деген балта не болды, жаңағы өзімізге қарай тиеді. Бірінші өзіміздің өмірімізге әсер етеді екен. Біз ойлаймыз, біздің сөзіміз басқаға арналып жатыр, мен басқаны құртып жатырмын, басқамен алпарысып алып жатырмын, ананы істеп жатырмын, мен қарғысым жаман, мен сені қарғаймын, сен бүйтесің, сөйтесің деп біз басқаны тиісіп жатыр дейміз. Жоқ, біз өз өмірімізді ұрлап жатыр екенбіз. Сондықтан сөздерімізге абай болуды үйренеміз, ойымызға абай болуды үйренеміз. Өйткені ой орындалады. Осы жердегі енді сіздердің тренерларыңыз айтып жатқан шығар, ой орындалатындығын, ой орындалады. Ойды жақсы жаққа өзгерту үшін сөзімізді өзгертуіміз керек. Сөзімізді өзгертуіміз керек, сөзімізді аңдуымыз керек. Өсекті жақсы айтатын біреу мен болатынмын. Қазір өсек айтпауға мүлдем тырысам. Бірдеңені айтқым келсе, тура бетіне айтам. Өзіме болады, болмайды, жақсы, жаман, ешкіммен ұрыспаймын, ешкіммен салғыласпаймын, өзім ойымды тік айта аламын. Тез шешім қабылдаймын, өзіме өзім риза боламын кейде. Өзіме өзім риза боламын. Бұрынғы Салтанат болса, көп жағдайда жалтақтайды. Ренжітіп алам ба, өтірік актриса болып кетеміз да кейдеші. Адамдарға жағу үшін өтірік бірдеңкені айта саламыз, соны ренжітіп қоям ба, бүйтіп қалма. Жоқ, қазір өзімді ренжітпеуге тырысамын.
мен өзімді ренжітпей, өзімді махаббатымды ашып, өзімді жақсы көрсем, мен басқаларды ренжітпеймін. А егер өзімді ренжіте берсем, өзімді басқаның қамын ойлап, өзімді тыға берсем төмен қарай, мен ешкімге пайдам жоқ. Ашу, ыза ішінде жана береді, бір күні бәрін быт шытын шығарамын. Солай болатын, мен сондай болып кеткенмін өзім. Сондықтан да құрметтілерім, өз тағдырларыңыз өздеріңізде. Көп адамдар айтады, жоқ, менің тағдырым Алланың қолында дейді. Алла біледі мен не болатынымды, не қоятынымды, қанша жасайтынымды дейді. Алла енді мен оған ешқандай, біздің мінекей осы жерде отырған, менің алдымнан өткен 99% біздің жеңімпаздар ғой, олар өздерін өздері жеңіп жатқан адам, ең нағыз жеңімпаздар. Жеңімпаздарымыздың барлығы сол дін жолында жүрген, 5 уақыт намазын оқып жүрген жандар. Солардың өздері келіп осы жерден айтты, мен өзім Құранды оқыдым, ананы оқыдым, білем деп айтпаймын. Солардың өзі айтты, өздері оқып берді. Жаңағы Құран кітабында де жазылған екен. Сенің ойыңды өзгертсең, мен сенің өміріңді өзгертемін деп айтады дейді. Мен сені бақытты болу үшін жаратқанмын, бай болу үшін жаратқанмын деп айтады дейді. Алланың қолында болса, айтады ғой, адамдардың бәрін жақсы көреді адам, бірдей көреді. Неге бәрі бірдей өмір сүрмейді? Неге біреу кедей, біреу бай, неге біреу ауру, біреу сау? Бірдей жаратты ғой бәрімізді. Бір Алланың қолында болса, жоқ. Құрметтілерім, Алла сіздерді бақытты болу үшін жаратқан, қолдайды, қорғайды, сенетін болсаңыздар, бірақ тағдыр, өмір сіздің қолыңызда. Енді келіссеңіз де, келіспесеңіз де, тек қана сізге байланысты. Өзіңіз толық өз өміріңізді жауапкершілікті қолыңызға алғыңыз келсе, өзіңізге деген сеніміңізді арттырмайынша, өзіңізге сенбей, тағдырыңызды басқа біреудің қолына апарып қоятын болсаңыз, бітті саудаңыз, бітті сіз. Еш уақытта сіз бақытты болмайсыз. Біреуге жалтақтап өмір сүресіз. Өзіңізге сенетін болсаңыз, өзіңізді махаббатыңызды ашатын болсаңыз, сіз басқаларға да махаббатыңызды аша аласыз, басқаларды сыйлай аласыз, өзіңізді сыйлайтын болсаңыз. Біз неміз бар, неден толып тұрмыз, сонымызды береміз адамдарға. Жақсылыққа толып тұрса, жақсылықты береміз. Ашу, ызаға толып тұрсақ, ашу, ызамызды береміз біз. Бізде энергия, біз магнитпіз. Оны тегі науканың бәрі дәлелдеп тастаған ғой. Қазір толып жатыр ғой сондай оқуларда, марафондарда барып жүрген шығарсыздар. Мен өзім Суперджамптан басқа еш жерге барған жоқпын. Ал сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Мен сіздерден өтініп сұрайтыным, 2000 ғана келген бір қайдағы, бұл қандай жетіскен оқу демей, менсінбей жасамай қоймаңыздар. Сіздер бақытсыз айтып отыр ғой, Суперджампты түсіне алған, соны жасап өміріне пайдаланған адам ең бақытты адам. Суперджампқа да лайықты адамдар бар. Лайықты болсаңыз, сол жаттығуларды жасаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңызды қойыңыздаршы, жауап берейін. Ертең сіздер осы жерде қазір 2000 теңгеге төлеп, біздің жаттығулармен танысып жатқан біздің қатысушыларымыз, сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Егер сіздер ертең ары қарай жалғастырамын, бұны ары қарай қатырамын, маған орта керек, маған тәлімгер керек дейтін болсаңыздар, жаңа старт алатын болсаңыздар да, медитация алатын болсаңыздар да, жоқ мастер аласыздар ма, жоқ фаундер аласыздар ма, фаундер алғандарға қазір японский обучение дейді, япондық обучение білім, ол жерде өте керемет білім, адамдың өзін өзі өзгертуге қатты әсерін тигізетін, Владимир Викторович беретін, соны алатын болсаңыздар, мен өзім сіздерге курсты тағы да жүректен жүрекке жеткізіп берем. Осы енді осы жерде отырған, сол жаттығуды жүрекпен қабылдаған қазақ тіліндегі Қазақстандағы бірінші адаммын десем, артық айтпаймын. Мені осы Суперджамптың мамасы деп айтады. Өйткені мен шын ниетпен, жүрекпен қабылдадым осы Суперджамптың. Алғысым шексіз, өмір бойы Суперджамппен болам деп шешім қабылдаған адаммын. Өмірімді Суперджампқа арнаймын деген. Бала шағам да біледі, туған туысқаным да біледі оның барлығын. Бәрі басында жаңа адвокаттықтан кетіп, осы жерге келген кезде көп адам түсінбеді. Мынау кішкене ми ауысып қалды ғой деп ойлады. Бір сектаға кіріп кетті ма деп ойлады. Қазір түсіне бастады өздері. Балаларым риза. Мама, Суперджамптың болған жақсы болды дейді. Сізбен сөйлесе алатын болдық, сізбен ашық айта алатын болдық, дос сияқты қалжыңдаса алатын болдық деп балаларым риза, менің бақытты болып жүр. Тағы бір айта кетейін, құрметтерім. Мен өзім бақытсыз болып жүрген кезде, менің балаларым да бақытсыз болды. Бір ұл, 2 қызым бар да, екеуі де диплом алды, ақша төлеп оқытқыздым, бірақ екеуі де жұмыс таппайды. Жұмысқа барса, ол жерде сыйса алмай ма, әйтеуір сөйтіп жолдары болмай жүрді. Баламның да жолы болмай жүрді,
Қызымның да жолы болмай жүрді. Ал кішкентай қызым жаңадан мектеп бітіріп, ол неге бару керек еді? Шетелге оқытамын деген сондай жүрді. Қалай мен осы Суперджамға келіп, өзім көңіл күйімді ашып, жақсара бастаған кезде, өзім отпускать ете бастаған кезде, бақытты бола алған кезде олардың да жолы ашылып кетті. Жұмыстары да жүріп кетті. Өздері де жаңағы жағдайлары да жақсарып кетті. Мен ойлап тұрмын, мен бақытсыз болсам, менің жақындарым да бақытсыз болады екен ғой деп. Бір адам ауырса, қаншама жанымыздағы адамдарға да әсер етеді екен ғой. Бір адам қиналып жүрсе, жанымыздағы жақындарымыз да қиналады екен ғой. Мен сол кезде түсіндім. Қалай мен күле бастадым, олар да күле бастады, олардың да өмірі жақсара бастады. Қарым-қатынастары жақсара бастады. Егер сол салтанат сол күйінде қалатын болса, менің балаларымның өмірі де тасталқаны шығар еді. Мысалы, мен өзім айтам, қазірде сондай қатты болып кеткен адам, менің чуть егер осы Суперджамп болмаса, менің жаңағы жалғыз баламның семьясын ажырататындай жағдайға жеткіздім ғой. Сондай жағдайға жеткіздім. Мен еш уақытта жасырмаймын, сондай қатал адам болдым. Келінімді де ұрып тастайтынмын. Мінекей жалғыз келінді. Енді кім жақсы көрсін келін ұрған кезде? Конечно, ол балаға тиіседі. Ақымақтық қой енді, надандық қой сол. Қазір оған да тіл табыстық, күштіміз қазір. Құдаймен де жақсымыз, келінмен де жақсымыз, бәрімен тіл табыстық. Күшті болдым ғой, бақыттымын ғой. Бақыттымын, Суперджамға алғысым шексіз. Сондықтан да шын ниетпен бақытты болам десеңіз де, шын ниетпен бай қуатты болам десең де, ақшадан да мен қиналып жүрген жоқпын. Ақша да өзінен өзі келіп жатыр. Мен қатты жұмыс істеп те жүрген жоқпын, қиналып ше. Көріп жатыр ғой, жігер осы жерде отырған Гүлнар қастарымда жүр ғой меніңше. Қалай өмір сүріп жатқаным. Өзінен өзі бәрі шешіліп жатыр. Сондықтан болмайтын дүниенің бәрі болып кетеді. Егер бір нәрсе болмай жатсақ, оған өзіміз кедергі жасап тұрмыз. А Суперджам сіздердің жолдарыңызды ашады. Өздеріңіз психолог боласыздар, өздеріңізге ұстаз боласыздар, өздеріңіз дәрігер боласыздар. Енді біз еммен айналыспаймын. Өзім ауруымды өте қатты ауру болған, менде осы жаттығулармен ғана жасап алдым. Күлкі дәрі, ойды қадағалау дәрі, сау бол жаттығу дәрі, осы әр жаттығудың бәрі сіздерге витамин дәрі, гарантия беремін. Соны жасайтын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңізде бәрі қиыншылықтың өзін байқамай өтіп кетесіздер. Тез жамандықтың бәрі айналып кетеді сіздерден. Тағы не айтсам екен, сол жаттығу жасау үшін? Сұрақ қойыңыздаршы. Бір сұрақ қойып жіберіңдерші. Несі балы? Сізге сұрақ, Ақзира, Ләззат. Егер сабақ оқысаңыздар ба, жүздеріңізді ашып отыр. Жүзі ашылғанның жүрегі ашық дейді. Жүзі ашықтың жүрегі ашық дейді. Жүрегі мен жүзі ашықтар білімді дұрыс қабылдай алады. Жауып отырсаңыздар, бірде қатысып, бірде келмесеңіздер, енді сіздің өміріңіз, өміріңізге қалай болса солай қарайтын болсаңыз, пожалуйста. Осы өміріңіз ұнап тұратын болса, онда Суперджам сізге керек емес. Онда тарату керек. Сіз 4 құбылаңыз тең болып тұрса, барлық жағынан бай болып тұрсаңыз, қарым-қатынас жағынан байсыз, денсаулық жағынан байсыз, қаржы жағынан байсыз, бизнесіңіз жүріп тұр, домаланып тұрсаңыз, онда сіз әлемге керек адамсыз. Онда жол көрсетіңіз осы Суперджам платформасын пайдаланып. А егер бір жақ қисайып жатса, оны түзетуге болады. Осы жаттығуларды жасайтын болсақ, кез келген мәселенің шешімін тауып алуға болады. Ал сұрақ бар ма? Жасаймыз ба? Бала, Жасаймыз. Ләззат, жасаймыз ба? Жасаймыз. Жасаңыздар. Өмір екі айланып келмейді. Өмір бір-ақ рет беріледі. Уақыт сізді күтпейді, қашан өзгереді екен деп. Уақыт өте береді. Сондықтан да әр күн бізге берген сый, үлкен сый. Миллион, миллиардқа сатып аламаймыз бір өмірімізді, денсаулығымызды. Соны түсіне білейік. Сол күнімізді тек қана қуанышпен, бақытпен өткізуге шешім қабылдайық. Ол үшін не істейміз? Сөзімізді бастаймыз. Менің жолым болғыш, Алла мені жақсы көреді, жолымды ашып қойған, сәттілік менің серігім, барлық жерде менің жолым болып тұрады, барлық нәрсе менің ойымдағыдай шешіліп тұрады. Ең бастысы, қандай өмірді қалайсың? Соның сызбасын жазып қойыңызшы. Қандай болғанды қалайсыз? Қалай өмір сүргенді қалайсыз? Қандай үйде тұрғыңыз келеді? Қандай көлік мінгіңіз келеді? Қандай өмірді? Біз соны кейде айтамыз да, мақсатыңды анықташы десе,
көп адамдар адасады да, жақсы болған жоқ. Жақсы дегенді ми түсінбейді. Миға деген конкретно анық айғақ тапсырма беру керек. Маған мынау керек болды. $1,000,000 керек маған. Маған миллиард керек. Не істеуім керек? Ол үшін не істеуім керек? Қалай аламын? Сұрақ қоятын болсақ, жауап келеді. Біз оның бәрін осы жерден үйреніп жатырмыз ғой. Білгенім 9, білмегенім 99 екенін мен әлі білемін. Как будто өмір мың жас өмір сүретіндей білімге қазір сусындап жүрмін ғой. Шөлдеп жүргендей білім алып жатырмын қазір осы жерден. Сондай құрметтерім. Әр күнді асығып күтемін ғой. Ертеңгі күн келсе екен, ананы істеуім керек, мынаны істеуім керек деп құштарланып тұрамын да, ғашық болып тұрамын да, сондай дәрежеге жеткен адам бақытты адам ғой. Аха. Жақсы, тағы не айтайын? Не берейін? Бізде 5 сиқырлы сөз бар, соны берейін, е? Қандай сиқырлы сөз? Менің денсаулығым мықты, күш қуатыма толып тұрмын деген сөз бар. Менің семьям отбасым тату, тәтті, махаббат пен мейірімдікке бөленіп жүр. Мен ең бақытты анамын, мен ең бақытты әжемін, менің балаларым қуанышым. Мен ең бақытты жармын, мен ең бақытты серіктеспін, мен ең бақытты доспын, жүрегім махаббатқа толы. Менің жолым болғыш, ең табысты, ең мықты әлемдік кәсіпкермін деген сондай әдемі сөздерді айтып жүріңіздер. Сөздің құдіретін өздеріңіз білесіз. Бір сөзбен адамды өлтіруге болады, бір сөзбен адамды аспанға ұшырып жіберуге болады. Сондықтан сөзімізге көп мән берейік. Сөз арқылы барлығын ретке келтіріп алуға болады. Мен қоштаса алмай тұрмын, сіздер менімен қоштаса алмай тұрсыздар. Жақсы, онда біз сіздермен қоштаспаймын. Супержампта әлі кездесіп тұрамыз. Мен өз курсыма шақырамын, бірақ қаталдау боламыз. Қаталдық бар, енді оны айтып қояйық. Қатты сөз айтып жібереміз, өйткені кей кезде айту керек болып қалады. Аха, жақсы. Бұнадай жауып отырып тыңдасаңыздар, сразу шығарып жіберемін. Мен енді келесі жолы сразу предупреждать етіп қоямын. Өйткені ол адам дұрыс білім алып жатқан жоқ. Дұрыс қабылдап жатқан жоқ. Маған санынан гөрі сапасы керек та қазір. Сапалы нәтиже алып кетсе, алғысын айтып, риза болса, сол маған сондай керек. Сондай біз береміз енді. Солай. Өзіміздің құнымызбен құндылығымызды көтереміз. Просто так бере бермеймін енді қазір мен. Өйткені шынында да бақытты адамдар ғана супержампты қабылдай алады. Бақытты болғысы келмегендер қабылдай алмайды оны. Аха. Нұргүл ма? Нұрия. Кеткіміз келмей отыр, енді танысып қояйық. Қай жақтан кімнен оқып жатсыз, Нұрия? Несі бала, кімнен оқып жатсыз? Кім сізге? Нұрия, оқып жатсыз ба? Ооба, оқытым. Ооба. Ұлытау? Сіз Бишкектен ба? Ооба, мен Бишкектен. Бүгін Алматыдан келдім, осы чаршап біраз. Ой, чаршадым деген сөзді қой, осыда бүгіннен бастап аузыңнан чаршадым деген сөзді алып тастасаң, чаршадым деген білмейсің, жақсы. Бір сізге кеңес беріп кетейік. Ләззат, сіз кімнен алып жатсыз? Сіз өтпегенсіз ғой дейме жаттығуды әлі? Мен бүгін осы 4-ші күн. Мә, күлкі жаттығуын жасамайсыз ғой, сіз күліп отырған жоқсыз. Жасадым. Күлсеңізші енді, күліп отырайық та. Маған 4 күн болса да қатты ұнап жатыр. Мен енді осы... Кімнен алып жатсыз? Кімнен алып жатсыз? Кім беріп жатыр сізге? Жігер мырзадан. Ой, молодец, профессионал номер 1 в мире. Күшті алып жатсыз, аха. Раушан, сіз кімнен оқып жатсыз? Микрофоныңызды ашыңыз. Мен Батпа Елесова ханымнан алып жатырмын. Сол кісімен. Күлкі жаттығуын өттіңіз ба? Өттім, иә, Жоқ, өттім. күліп отырсыз, сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп тұр, жақсы. Батпа ханым өте мықты интеллект тренерлер, керемет, ол кісілерді өз бойынан, өз жүрегінен өткізген, жақсы түсінген, сондықтан да. Несіп бала, сізші? Несіп бала бірінші келді ғой, осы Несіп бала енді бұл кісі номер бірінші жеңімпаз болады, чемпион болады, еді анық енді. Жәния ханым енді өтейін деп жатыр. Несіп баланы айтып жіберейінші, Салтанат ханым.
Несіп бала уже неге стартта тұр, стартта. Сабақты бастаймыз деп жатырмыз ғой. Тұрма. Енді бастаймыз ба? Иә. Иә, енді бастаймыз стартта. Соны бүгін ертең сен кіріп, әлі де танысып қарашы деп кіргізіп отырмын мен. Зорлама, ешкімді зорлама, ешкімге жалынба, Анар ханым. Біз тек қана береміз, көрсетеміз. Егер ниеті бар адам болса, өзім өмірім жақсы, өмірім риза болдым десе, ешкімге зорлап, жалынып алып келмеңіздерші, пожалуйста. Ол кісілер оқымайды. Просто айтып, ойларыңыздан өткізді, шын ниетпен көңіліңді көтеріп, энергиямен қуаттанып жүргің келсе, осы сегіз жаттығуды әдетке айналдырбашы, болды. Сен бақытты болсаң, әлем бақытты болады. Сен жан-жағың бақытты болады, и өзің көресің қандай өзгерістер болатынын, иә? Көп жалына бермеңдерші, пожалуйста. Несін қасиетін, құдіретін, жаңа құндылығын түсірмеңдерші, Супержанттың. Өтініп сұраймыншы. Айту міндет, айту керек. Келіңдер, көріңдер, жасап көріңдер. 2000 деген не ол енді? 2000 деген бір шыны шай шығар, иә? Бір немен алып, бір бутербродпен алып жеп па, бір кофе айтыр, кофе 2000 теңге болады. Бір шайник шай. Мына жерде жанға дәрі аласыздар ғой, жаныңызға дәрі аласыздар. Ауру дегенді ұмытып қаламыз ғой. Анандай немеді? Суық тию, менде гайморитте болған, неше түрлі бір нелер көп болған. Өзінен өзі қашып кетті ғой? Жоқ. Өйткені иммунитетті нығайтып алдық та, өзі күліп жүріп бәрін қуып жібердік. Сау, жақсы, рахмет, көргеніме ризамын. Шын ниетпен, назармен тыңдағандарыңызға ризамыз. Бай қуатты болыңыздар, дентеріңіз сау болсын. Езулеріңізден күлкілеріңізді кетірмеңіздер. Осы жердегі жігер, Амангел деген мырзалар бар, солардың батасына бөленіп жүріңіздер. Жүректеріңізден мейір махаббат кетпесін, табалдырықтарыңыздан табыс кетпесін. Қайда жүрсеңіздер де, не істесеңіздер, жолдарыңыз ашық, ақ болсын. Өмірлеріңіз тәтті, әр күндеріңіз сәтті болсын. Отбасында бірлік, береке, сыйластық, махаббат болсын. Махаббат бізді құтқарады, махаббат бізді барлық жеңіске, жетістікке жеткізеді. Ал шайық өзіміздің жақсылығымызға қарай. Рахмет, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет, сау болып тұрыңыз, рахмет.